Ай. Нәзік қозғалу деген жоқ қой бізде. Кеше түскенбіз. Бұндай жағдай болып қалды кеше. Түсінбеді, короче. Страничкалар, бір жерлеріңізді қысып отырыңыздар, менің видеоны жазып алмай. Өз өмірлеріңіз жүрсеңіздер. Неге жаңа пікір айтыңыздар қойып жазып берсін. Кстати, сағат 2:30 болыпты. Самый главный жақсы жазып кетті. Кешіріңіздер, зарядчик бере тұрасыз, көмегі келе жатыр. Керек емес қой, ә? Телефонын берсеңізші. Төменде зарядка жоқ па, содан басқа, ә? Ажырасқандарға тек береке таппайтындай тағы көз жетті дейді. Сорлар, жақсы нәрсе жазбасындар. Көресің осы видео таралады дейді. Таралсын инстаграмында, ютубында болып қалды. Кеше біреуі, короче, удалить еткізсем удалить етпепті да. Сөйтіп таныс адамға айтып 500 теңгесін беріп инстаграм взломать етті. Инстаграмда 210 мың подписчик екен. Может, накрученный ма, басқа ма, білмеймін. Бірақ обал болды. Сол үшін абай болыңыздар. Давайте, достар, сағат 2:30 өтті. Ерекеге тойын болайық. Қайырлы кеш, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма, не істеп жатырсыздар? Менде барлығы жақсы. Аллаға шүкір. Сіздерге ұжымды көрсем. Ой, шүкір. Торпен. Асты ерте беріп тастайды екен. Кешкі 6 беріп жатыр. Бүгін күні бойы ұйықтап. Тұрдық, менде барлығы жақсы, уайымдамаңыздар. Аллаға шүкір. Тілектеріңіздің барлығын оқыдым, рахмет. Алла разы болсын, аман болыңыздар, бар болыңыздар. Сол, бай болыңыздар.